Қазір 5 минут, 2 минут, 3 минут күте тұрамыз. Күшті құнды ақпараттар болады. Мені танымайтындар болса, плюс қойсаңыздар болады. Кім бар мына жерде? Жаңадан қосылып отқан оқырмандарым болса, қазір бастаймыз 1-2 минут. Қайырлы күн. Мені бірінші рет көріп тұрғандарыңыз болса, плюс қойсаңыздар болады, или помашите. Өйткені жаңадан қосылып жатқан оқырмандарым бар, сондықтан мені көбісі кім екенімді білмеуі де мүмкін. Білуі де мүмкін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Тағы 1-2 минут күте тұрамыз ба? Қазір қосылсын, Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін Алматыда ауа райы керемет болып тұр. Кішкене жаңбыр жауып, күн бұлттанып еді, енді күн ашылып, қайтадан салқын самал жел соғып, күшті ауа райы болып тұр. Кішкене 1-2 минут күте тұрайық, жиналсын. Көңіл күйлеріңіз қалай? Мені танымайтын адамдар болса, жаңадан қосылып отқан оқырмандарым бар. Танысып қояйық. Мен есімім Жадыра болады. Қазір мен өзім туралы кішкене айтып өтем. 1-2 минут күте тұрайық. Жаңадан қосылғандар болса, үлгермей қалғандар болса, Айдана дейді. Айдана қай жақтансыз? Амангүл дейді. Жангүл, Алия дейді. Осы қыздар жаңадан қосылыпты. Все, бастаймыз, Бар адаммен бастай берейік онда. Ал қайырлы күн, ханымдар. Ана жерде жігіттер жоқ қой деймін, пока ханымдар қосылып жатыр. Есімім Жадыра. Бүгін сіздерді экранда көргеніме қуаныштымын. Сіздер маған жаңадан келген оқырмандарым, сіздер маған подписка жасап жатсыздар. Енді бұл кісіге не үшін подписка жасадым, бұл адамнан мен не аламын, қандай пайдалы ақпарат аламын деп ойлап жатқан шығарсыздар. Енді өзім туралы кішкене айтып өтейін. Есімім Жадыра, Шабет қызы. Өзім Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасымын. Шиеліден, Қызылордадан болса, плюс қойып қойсаңыздар болады. Жаңадан көріп жатқандар болса, қыздар, бүгін жақсы ақпарат айтам. Бұл жерде мен де үйреніп жатырмын, психологиямен оқып, үйреніп, қазір әртүрлі коучтарды тыңдап, өмірімізді өзгертуге біз өзімізге жоспар құрып жатырмыз. Сондықтан келіп тыңдамай кетіп қалуыңызға да мүмкін. Бұны мен білемін ғой деп аяғына дейін тыңдап, өзіңізге керек нәрсені алып қалуыңызға да болады. Себебі адамдар, біз әр сабақта тыңдаған кезде өзімізге бір какой-то бір процентін аламыз, бір қаймағын аламыз да, соны құрастырып, ең соңында біздер керемет бір өзімізге бір өмірімізге бір жолдың картасы сияқты сондай бір нәрсені жасап аламыз. Енді жаңадан қосылып жатқан қыздарыма Дина, Айгерім деп тұр, сәлеметсіздер, Жанаргүл дейді.
Абдилова ма, Карина дейді. Сәлеметсіздер, көргеніме сіздерді қуаныштымын. Енді жаңа айттым, өзім есімін таныстырып өтейін. Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасымын, қарапайым отбасына дүниеге келдім. Инстаграммен жұмыс жасап жатқаныма көп болған жоқ. Енді қазір білесіздер, қазір Инстаграммен көп адамдар табыс тауып, карантиннің кезінде бәрі онлайнға ауысып, Инстаграмда ашып кеп қалсаң бәрі реклама, 3 күнде осынша табыс таба аласың, 1 айда осынша табыс таба аласың деп. Шынымен де негізі айналып келгенде осы бір Роберт Кийосакидің бір тренингінде айтылып еді. Осы 5 жылдан кейін осынша мамандықтар жоғалады, оның орнын автоматты түрде есептейтін машиналары болады. 10 жылдан кейін осындай мамандықтар болмайды. Себебі деп шынымен сол заманға келе жатырмыз. Өйткені бұрын білесіздер, почтаға барып сөйлесетінбіз. Мен студент кезімде, мысалы, бірінші курс оқып жүрген кезімде, бірінші курс дейікші, сол кезде жаңағы почтаға барып, телефонмен сөйлесіп, одан смарт карталар шықты, онымен сөйлесіп, келе-келе біздің заманымыз өзгерді да, бізде телефон пайда болды. Бірінші телефон, мынандай чехылдақ телефоны бар адамдар, олар өміріне риза болып, менің телефоным бар деп мәз болып, сондай замандар өтті басымыздан. Оның алдында пейджер болды деген сияқты. Енді сол қазір заман бір орында тұрып жатқан жоқ. Сол заман ағымына қарай біздің өзімізде өзгеріп, заман талабына сай болсақ қана біздің бизнесіміз жүреді, біздің ісіміз алға басады. Бұрынғыдағыдай қазір бір неге қарап отыратын заман жоқ. Енді өзім қарапайым отбасында дүниеге келдім. Әкем водитель болды, простой водитель, автобус жүргізуші Шиелі ауданында. Анам санэпидстанцияда қарапайым фельдшер болып жұмыс жасады. Сонда объектілер тексеріп келеді. Мамам врачтың тапсырмаларын орындайды. Күн деген ыстық, Қызылордадан білесіздер, қауын пісетін ыстық. Басымызға қағаз шапканы киіп аламыз, аяғымызға жалаң аяқ, сөйтіп өстік қой сондай заманда. Қауын егеміз, огород егеміз деген сияқты. Сонда күннің ыстығында анам объектілер тексеріп келген кезде, жаңағы ойлайтын, Құдай, мен врач болсам, кабинетте отырып, фельдшерлерді, медсестрларды жұмсап, өзімнің ісімді тындырып отыратын ем, зато менің айлығымда жоғары болатын еді деп сөйтіп ойлайтын. Сонда әкем жұмыс жасап тұрған кезде біздің үйімізде барлық нәрсе жетіп тұрды. Табыс көз жетіп тұрды. Сонда бір жаңағы телефоны бар адамдар 2000 жылдар, Титаниктің өлеңін қойып, бригаданың өлеңін қойып, сондай болды ғой. Сонда әкем жұмыс жасап тұрған кезде бәрі жетіп тұрды. Кейіннен жаңағы жұмыс жасамай қалды, бір аварияға ұшырады да, 2 көзіне операция жасап, жұмысқа жарамсыз болды да, бүкіл ауыртпалықтың бәрі шешемнің мойнына ілінді. Содан енді үшеуміз, сестрам уже оқуға түсе бастады, алдымыз, анамыздың айлық табысы жетпейді. Сонда мен ойлайтын, бір күні сабақтан келсем, мамам как раз 8 мартқа қарсы мерекелік дастархан жаятын күн ғой негізі. Сонда жаңағы пештің үстіне жаппа нан деген болатын еді ғой, білесіз ба? Сол жаппа нанды пісіріп, күрішті қайнатып, тамақ дайындап қойыпты да, күріш пен пиязды араластырып. Сонда мен ішіме ойладым, көршінің үйінде барсам, жаңағы барлығы пісіп тұр, барлығы бар, біздің үйде неге жоқ деп. Сонда мен өзімде ішіме андай бір шылчок дейді ғой, төбеңе бір басына бір қойғандағыдай бір сондай болды да, мен неге өстіп, біздің өміріміз неге осындай болып кетті аяқ астынан. Неге бәрінде біреуде жетеді, неге біреуде жетпейді. Сонда сөйтсем, сол кезде сондай бір заман өтті басымыздан. Енді барлықтарыңызда да өткенде шығар. Сосын мен өзім ойладым, енді мен ертең өсіп, анама көмектесіп, анамның жаңағы 4 мезгілге киетін 4-ақ көйлегі болатын. Жазға біреу, қысқа біреу жуып, үтіктеп, жыртығын жамап, сөйтіп кие береді. Сонда бір көйлек кимей, ондай сіздерде де болған шығар, может, қазіргі заманда енді ондай жоқта шығар деп ойлаймын. Сонда киім кимей бізге жетсін деп, сонда аяғында етігінен жыртығынан су өтіп, пневмония болып, плеврит болып ауырған кезде мен қатты жыладым. Үйге барып айттым, мен неге біздің шешеміз өстіп қиналу керек, неге осындай болу керек деп, сонда мен шешіп қалдым, ертең грантпен оқуға түсем, дәрігер боламын деп. Бірақ енді дәрігер болсам көп ақша табам деп ойладым. Әрине олай емес екен. Бастапқы бітірген кезде айлығым 27 мың теңге болды. 2008 жылы мен Асфендияр университетін тамамдадым. Дәрігердің мамандығын алдым. Сол кезде
айлығымды көріп, мен ойланып, мен 2-3 үйде жұмыс жасай бастадым. Мен өзім жұмысымды көп жұмыс істесем, мен көп ақша табам деген ойда болдым. Сөйтіп, институт питанияға Төргел Шармановичтің лабораториясында научный сотрудник болып жұмыс жасадым. Кешке қарай бір сән салонының Ленинаның бойында қазір де бар. Сол жерде пол жудым, сөйтіп мен 3 үйде жұмыс жасап жүріп, Алматыда квартирада кішкене ақша жинап бастап, сөйтіп өзіме сондай мақсат қойып, бірақ физически шаршайсың, өйткені сенің бүкіл жаңағы табыс табам деген энергияңмен ана физически денеңнің денсаулығын кете бастайды, күнделікті ат сияқты шабасын деді, сол сияқты жұмыс істеп уже шаршаған кезде мен ойландым, мен не істеуім керек, мен дұрыс жүріп жатқан жоқпын, мен қалай бастасам болады, не істесем болады деп мен ізденісте болдым. Сонда мен нені бастадым, кітап оқи бастадым. Менің қолыма Роберт Кийосакидің «Бизнес-школа» деген кітабы түсті. «Бизнес-школа» деген кітап, ол өте керемет кітап. Сонда жалдамалы жұмысшы адамдардың өмір бойы, 40 жыл бойы өмірінің өзгермейтіндігі, аз ғана табысқа қарап отыратындығы, бастыққа қарайтындығы, осы уақытының болмайтындығын түсінгеннен кейін ойладым, менің әке шешемнің неге осы уақытқа дейін байымағандығы, неге жеткілікті табыс таба алмағандығын түсіндім да, мен айттым, менің бұл жұмыс маған емес, себебі менің айналамдағы дәрігерлерге қараймын, пәлен жылдап жұмыс жасайды, бірақ табысының бір керемет болып тұрғанын көрмейсің, үнемі сол жұмыс істесе болады, жұмыс істемесе болмайды. Сонда сөйтіп ізденісте жүрген кезімде анам қатты ауырады да, омырауында фиброзный, кистозный, кавернозный массопатия дейді, іріңді асқынулар болды. Іріңді асқынулар, ол екі омырау без іріңдеп, қозғала алмайды, жата алмайды, тұра алмайды, уже онкологияға айналып кетуі мүмкін деп дәрігерлер сондай диагноз қойғаннан кейін дәрігерге қаралуға барғанда просто бір приемдағы әйел кісі айтыпты, мен бір омырауымды емдедім, осы Чинши деген компанияның өнімдерімен, екінші омырауымды бұған дейін білген жоқпын, мен алып тастадым деп. Сонымен жаңағы продукцияны алып іше бастадық. 3 айда улучшение болды. Демалған кезде ауыратын сезімдері басылып, қозғалысқа ие болды. 7 айда уже бүкіл диагноздан нәтиже алып, признаки массопатия деген диагноз қойды да, просто признаки деп. Біз қуанып, өте қатты сондай сезімде болдым. Аллаға шүкір, енді анам қасымда деп. Енді бизнесқа мен бірден келген жоқпын. Мен қазір өзім CTO бизнеспен айналысамын. CTO бизнеспен айналсам, қазір сол кезде мен CTO бизнестің не екенін түсінген жоқпын. Мен түсінігім тек қана сату екен. Сатсаң ғана ақшаң болады, сатпасаң ақшаң болмайды. Адам шақыру керек қой, бұл пирамида ғой, салған ақшаңды ала алмай қаласың ғой деген менде көп ойлар болды. Сосын енді не істеймін, қалай істеймін деп жүргенде, мені осы бизнесқа, продукцияға консультация беріп жүрген менің тәлімгерім бар, Райдеркүл деген. Сол кісі айтты, сен просто келіп жадыра нені көр, бір конференция болады, сол конференцияны көр, тыңда, өзіңе керегіңді аласың, керек емес болса өзің кете бер деді. Сон барып тыңдағам, сонда менің ойымды өзгерткен бір ғана кісінің сөзі болды. Барлық нелер болып жатыр, секіріп жатыр, қол шапалақтап жатыр, бір жын ұрып кеткен адам бір сияқты, бір-бірін құшақтайды, бетінен сүйеді, екі қолдармен былайынан амандасады, орнынан тұрып секіріп шапалақтай салады. Маған сондай болды да. Сосын мен ойладым, ондай болатын болса, бұлар кішкене біртүрлі адамдар екен деп отырғанда, соңында Кенжебек Қасымханов деген қазір бізде үлкен статуста, сол кісі сөйледі де айтты, менің бір айлығым дәрігерлердің 1 жылдық табысы деді. Мен сол жаңағы сөзге қалдым, неге мен жасамаймын, неге мен өмірімді өзім өзгертпеске деп, сол сөзбен шешім қабылдап. Әрине бәрі бірдей болған жоқ, адамдар келеді, кетеді, толпамен келеді, толпамен кетеді. Бұл бизнес біздік емес. Бүгін келем, мені контрактке тұрам деп контрактке тұрып кетеді да, ертесіне жоқ. Болмаса вторник подписка жасайды да, 1 апта жүреді, 10 күн жүреді. Ой, бұл маған нақты ақша керек деп адамдар кетіп қалатын адамдар болды. Содан кейін барып, мен ойлана бастадым, не істесем болады деп. Мен ары қарай сөйтсем, бұл жерде негізі бизнесті бастау үшін бізге ең бірінші не керек? Бізге арманыңызды дұрыстап анықтап алып, нақты мақсат қою керек екен. Бізде осыны обучениелерде үйретті. Енді негізі арман дегеніміз, ол біздің от жаққандағы бір
тамызық сияқты ғой, тамызық сияқты, от алдырып жіберетін, немесе бір солярканы құйып бір лап еткізетін нәрсе да. Ал енді мақсат дегеніміз оның соны ары қарай жандырып, оның қозғаушы күші ол мақсат. Енді сондықтан мақсат қойған кезімізде мақсатты дұрыс жоспарлап, оған іс-әрекет жасап, біреудің қолына қарамай, мен не істеймін, анаған қалай жеткіземін, мынаған қалай жеткіземін демей, сіз бірінші өзіңіздің ішіңізден разбираться етіп алыңыз. Сізге мына өмірде не керек? Қазіргі сіз жұмыс жасап жүрген жұмысыңыз сізді қанағаттандыра ма? Сіз осы жұмыста қанша жыл жұмыс жасадыңыз? 5 жыл жұмыс істедіңіз ба? 10 жыл жұмыс істедіңіз ба? Енді алдағы уақытта, мысалға 1 жыл бұрынғы состояниеңіз қандай, 2 жыл бұрынғы, айлық табысыңыз өзгерді ма, табысыңыз? Қазіргі состояниеңізбен келесі алдыңыздағы 2 жылды, 1 жылды, 3 жылды өзіңізге көз алдыңызға елестетіңіз. Егер сіз дәл қазір нақты мақсат қойып, алға жылжымасаңыз, сізді ешкім жылжыта алмайды. Енді негізі, жаңа айттым, мақсат негізі біздің өзімізде көп нәрсе мына өзіміздің миымызда, ойымызды өзгертпей біз ешқандай табысқа жете алмаймыз. Сондықтан біз ойымызды өзіміз өзгертуіміз керек. Негізі адамның осы любой істі бастаған кезде, әр нәрсені бастаған кезде жетістікке жеткізетін бір 4 негізгі қозғаушы күші, жаңа іштен жағатын, от сияқты жандырып тұратын, сені итермелеп, сізге жаңағындай бір күш беретін бір нәрсе болады. Ол ең бірінші сіздің сол арманыңызды көз алдыңызға, мақсатыңызды көре білуіңіз, соның картинкасын елестете білуіңіз. Мысалы қараңыз, сіз білесіз қазір қандай үйде тұрып жатсыз, қандай үйде тұрғыңыз келеді 2 жылдан кейін, қандай машина мінгіңіз келеді, содан кейін тағы немене. Сол сияқты өзіңізге мақсатты қойып алыңыз. Яғни сол мақсатыңызды көз алдыңызға елестете біліңіз. Мен мысалға бүйтіп ойладым. Осы компанияға бизнесқа кірген кезде мен тегін путевкамен Пекин, Тяньзин қалаларын көргім келді, Ұлы Қытай қорғанын көргім келді. Сөйттім да, мен айттым, мен осы тегін путевкамен барам деп мақсат қойдым, ниет қылдым. Болмай тұрды да, соңына келген кезде, бір 2 апта қалған кезде, әйтеуір бәрі ұйқасып, тегін путевка ілініп бардым. Сол сияқты сіз өзіңізге мақсат қойыңыз. 3 жылдан кейін сізде қандай тамақ жейсіз? Сіздің балаларыңыздың киімінің сапасы қандай болады? Сіз қандай елдерге әке-шешеңізбен бірге қыдыра аласыз, отбасыңызбен? Сол сияқты өзіңізге анықтап алыңыз. Екінші, біздің қозғаушы күшіміз бұл біздің сеніміміз. Ең бірінші әуелі әрине Аллаға сенеміз. Екінші бұл өзіңе деген сенім. Егер өзіңізге сенбесеңіз, сізде мынандай сомнение тұратын болса, өзіңіз сенімді түрде айта алмасаңыз, өзіңіз сенімді түрде оқып біліп алмасаңыз, онда сізде ештеңе де болмайды. Үшінші, бізге керегі бұл білім. Мына оқып жатқан нәрсеміздің барлығын біз практика жүзінде қолданып, соны әрекетке айналдыратын болсақ, бізде әрине нәтиже болады. Енді қазір білесіздер, Инстаграмда ашып қалсаңыз онлайн, мен өзімде мысалы онлайнның қазір копирайтері бар ма, қандай нәрсе бар, мысалы осы бизнесті жүргізу үшін, өзімнің өсіп дамуым үшін мен ақшаны аямай қазір салып оқып жатырмын да. Неге? Өйткені маған өсу керек. Сол сияқты сіздің біліміңіз, білім деген ол ешкім сізден оны тартып алмайды. Бенджамин Франклин айтады ғой, бүкіл өзіңе құндылықтарының бәрін өзіңе біліміңе салда, оны ешкім тартып ала алмайды деп. Сол сияқты өзіңнің біліміңе қазір көп ақша жұмсап, қаражат жұмсап, оқып, біліп, үйренетін болсаң, сені ешкім бизнесін құлата алмайды. Сол сияқты сіз өзіңіз бәрін біліп тұрған кезде, профессионал болған кезде, сіз любой бизнес жүргізе аласыз. Сіз мысалға қазір магазиніңіз бар шығар, может сіздің СТО-ңыз бар шығар, может сіз просто онлайн копирайтер болып Инстаграмнан табыс тауып жүрген шығарсыз. Сондықтан екінші бізге ең қажет нәрсе бұл сенім. Үшінші керек нәрсе бұл біздің екінші сенім, үшінші білім. Білім, яғни біз неден аламыз? Кітаптан аламыз. Күнделікті өзіңізге 20 минут, жарты сағат кітапқа уақыт табыңыз. Біз кітаптан көп нәрсе аламыз. Көп адамдар айтады, менің уақытым жоқ, кітап оқуға уақытым жоқ, спортпен айналысуға уақытым жоқ. Барлық адамдарда 24 сағат уақыт бар. Бай адамда да, кедей адамда, мұғалімде, дәрігерде, заводта жұмыс істейтін бәріне 24 сағат уақыт бар. Сол 24 сағатты сіз қалай пайдалана алсаңыз, сіздің табысыңыз солай болмақ. Сондықтан көп адамдарда, бай адамдардың ойы қалай болады? Олар бәрін уақытымен жүреді, кітап оқуға, спортқа бәріне уақыт табады. Кедей адамдарда үнемі уақыт жоқ, оларға бәріне жетіспейді.
анау жетпейді, мынау жетпейді. Үнемі олардың ойы менде ештеңе жоқ, анаған ақша жоқ. Бизнес мүмкіндікті айтсаң айтады, менің ақшам жоқ қой, мен қалай бастаймын, менің қазір мүмкіндігім жоқ дейді. Сол сияқты көп нәрсені мысалға мемлекетті кінәлап жатады. Тағы немене, анау бүйтіп қойды, мынау сөйтіп қойды, бастығым ондай, жұмыстан шығарып жіберді. Сондай разный нәрселер айтып жатады. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Біз қазір өзіңізге шешім қабылдаңыз. Менде үнемі қол астымда, қазір кітап жоқ, кітап тұрады. Ол Сайдмурод Давлатовтың «Стратегия мышления бедных богатых людей» деген кітабы бар. Соны алып міндетті түрде оқыңыздар. Ол жерде 54 түрлі отличиесі жазылған. Сол кітапты алып оқығаннан кейін менің ойым, қалай айтсам екен, 200 градусқа өзгерді. Ол кітапта мен 2 ай сайын, 1,5-2 ай сайын қайталап оқып тұрамын. Себебі оны ұмытып қаласыз, көрмесеңіз, оқымасаңыз. Сондықтан біздің ойымыз, ол біздің қазіргі өміріміздің жемісі. Сондықтан қазір жоқ, менде мүмкіндік жоқ, тек ойлай беретін болсаңыз, онда сізде өмірде мүмкіндік болмайды. Ал бай адамдар не айтады? Бай адамдар айтады, мен егер маған бұның пайдасы тиетін болса, бірде титтей де пайдасы болатын болса, бұны неге мен бастап көрмеске, неге мен жасамайым? Менің өмірім, менің балаларымның өмірі, менің өзім ғана жауаптымын балаларымның өміріне деп, олар қалай өздеріне солай шешім қабылдайды. Сондай шешім қабылдаған кезде ғана бізде нақты мақсат пайда болады, ары әрекеттер пайда болады. Сол үшін сіз ең бірінші қазірден бастап көріңіз, сіздің өміріңіз осылай ұнай ма? Сіздің тауып атқан табысыңыз, тұрып атқан үйіңіз, жасап жүрген айналаңыздағы қоршаған адамдарыңыз, орталарыңыз, 3 жылдан кейін айттым, солай өзіңізге жоспар құрып жасасаңыз, бұл сізде болады. Одан кейінгі біздегі қадам бұл жаңағы бұл сіздің білімді айттым, ортаңыз. Бізді қандай орта қоршайды, біз сондай боламыз. Мысалға, ауылда өстік бәріміз, бір кейбір адамдарды көреміз, мысалға ішімдік ішіп алып жүреді, олардың ортасының бәрі солай. Немесе бір музыканттар болады, олардың ортасының бәрі әншілер, сол сияқты. Сіз қандай ортада көп жүресіз? Табысты адамдармен жүрсеңіз, табысқа көп ие боласыз. Миллионерлермен көп жүрсеңіз, сіздің привычкаңыз солай өзгереді. Яғни күнделікті әдетіңіз, сіздің ортаңыз өзгерген сайын, сіз де солай өзгере бастайсыз. Енді күнделікті бай адамдардың жасайтын бір күшті әрекеттер бар. Оны өздеріңіз де білесіздер, білмесеңіздер, өздеріңіз де түртіп алыңыздар. Күнделікті таңертең 20-20-20 деген арнайы бір не бар, әдіс бар. 20 минут сіз таңертең ұйқыдан тұрған кезде 20 минут сіз спортпен айналысасыз. Ештеңе қоспайсыз. Таңертең тұрдыңыз, визуализацияңыз жасадыңыз, шүкіршілік жаздыңыз. 20 минут содан кейін барып 20 минут сіз или скакалкамен секіріңіз, 20 минут немесе жүгіріңіз. Мен өзім үйде жаттығу жасайтынмын. Енді қазір жүгіруді қолға алдым. Күнде таңертең 5-те тұрамда, жарты сағат шүкіршілік нен жазуға кетеді. 5:30-да мен уже спорт площадкеге шығып, жүгіріп, 6-ға дейін өзіме жұмыс жасаймын. Неге? Өйткені бұл жүгірген кезде біз тер шығады, терлеген кезде, бізде қан жүгірген кезде бізде жақсы энергия пайда болады. Жүгіріп жүріп мен өзіме аффирмациялар айтамын. Мысалы, қандай аффирмациялар білесіз? Көп коучтардың аффирмациялары, или өзіңіз бір аффирмация шығардыңыз ба? Менің өмірім барлық жағынан керемет, немесе мен ең бақытты миллионермін. Қандай аффирмация айтқыңыз келеді, соны аффирмацияны айтып жүгірген кезде сізде қандай энергия пайда болады? Менің өзімде қазір мен 23 күн болды жүгіріп жүргеніме, көп уақыт болған жоқ бастағаныма. Менде осы өзімнің өмірімді қолға алып өзгерту жолындамын қазір. Сондықтан жүгіріп келгеннен, жүгіріп жүрген кезде сізде бір қанат пайда болған сияқты болады. Как будто бір сізге бір күш беріп, сіздің барлық армандарыңыз орындалып кетіп, сол арманға жетуге сіз сәл-ақ қалған сияқты, бір жерден жеті қоян тапқандай бір сондай сезімде боласыз. Сосын сол энергияңызбен келесіз де үйге келіп, өзіңізге 10 мақсатыңызды жазыңыз. 10 мақсатыңыз ол не үшін керек? Ол мақсатыңыз сіздің Брайан Трейси методы бойынша сіздің жаңағы миыңызда араласып жатқан нәрсені іріктеп, сізге қандай қажет екенін, сізге қаншалықты ауадай қажет екенін тауып беретін бұл методика әдісі. Сондықтан сіз осыны пайдаланған кезде, сізде күнделікті әрекет жасай берсеңіз, 21 күнде бізде не пайда болады? 21 күнде бізде уже миымыз соған автоматты түрде жұмыс жасайды. Күнделікті ол мақсаттың ішінде
сіздің ай сайынғы қандай ақша табатыныңызды, қандай нәрселер жасайтыныңызды, қаншалықты адамға көмектесетініңізді жазып, өзіңіздің мақсаттарыңызды жазып қойсаңыз, сол бізде 20-25 күн, бір айдың ішінде бұл уже бізге әдетке айналады. Сонда 20-20-20 деген әдіс, осы әдіс өте керемет әдіс. Сондықтан таңертең тұрған кезде бірінші мен интернетті қоспаймын, мобильный данныйды өшіріп ұйықтаймын. Қосылмайды. Пока менің осы 3-20-60 минут, 1 сағаттық жасайтын ритуалдарым бітпейінше, бұл жаңағы 1,5 сағат ішінде примерно сондай уақыт кетеді. Сол уақыттың ішінде бұл ритуалдар бітпейінше мен телефонды қоспаймын. Содан кейін барып жаңалықтарды оқып, инстаграмға постымды салып, міне осындай нәрселер жасап. Сонда мен осы сіздерге өзімнің немен бөлісем, осы айда соны жасап жүрген кезде менің жұмысымның 20%-ке артқанын байқадым. Даже мен өзімнің ойымды тазалау арқылы менің командамның бизнесінің өскенін байқадым. Менің өзімнің ойым тазалау арқылы мен нужный, керек адамдарды өзіме тарта бастадым. Себебі біздің ойымыз күнделікті жаңағы жаман нәрселерге, жаңалықтарға ашып қалсаң, бәрі коронавирус, жаңалықтарды ашып қалсаң, ана жерде, я. Сондықтан таңертеңгі тап-таза ойыңызды тек қана жақсы нәрсеге, жақсы жаңалықтарға, кітаптан 20 минут жақсы оқыған өзіңіздің білгеніңізге бөлсеңіз, бұл бірден бір біздің табысқа жетуіміздің бірден бір кілті десе де болады. Сондықтан аффирмациямызды айтып, осы методиканы жақсы пайдаланыңыздар. Өзіме қазір көмектесіп жатыр. Сондықтан мен де керемет идеалмын деп айта алмаймын. Осы жолға кірісіп, өзімнің өмірімді сіздермен бірге өзгерткім келеді. Себебі өзіңді білгенмен бөліссең, айтады ғой, Алла тағала сенің жаңағы сауабыңды екі еселейді деп. Сондықтан өзімнің қазіргі бизнесте қолданып жатқан нәрселерімнің бәрін жаңағы жасап сіздермен бөліскім келеді. Енді тағы не нәрсе бар? Бізде көп адамдардың жаңағы қазір біздің жаңағы көп нәрсе бізге әсер ететін нәрселер, бұл қазіргі біздің мақсатты қалай дұрыс қоятындығымыз, я. Мысалға, жаңа айтып өттім, мақсатты сіз жаңағындай жазып алдыңыз. Мысалға, қазір бір минут. Сіз мақсатты жаздыңыз өзіңізге. Мысалға, сізге қанша ақша керек? Прям А4 қағаз алыңыз. Негізгі жетістікке жетудің негізгі 5 қадамы бар. 7 қадамы бар, сізге соның 5-еуін айтайын. Негізгісін енді қараңыздар. Ең бірінші А4 форматқа аласыз да, сізге қанша табыс керек екенін жазасыз. Қанша ақша керек? Мысалға, сізге 500 мың керек па, 1 миллион керек па, 300 мың керек па, 2 миллион керек па, жазыңыз қағазға. Бірінші жазу керек. Қанша сумма керек? Себебі біз миымызға задание бермесек, ол орындамайды. Ми деген біздің өте жалқау орган. Сіздер байқайсыздар, таңертең тұрғанның өзінде де бітеді. Мындай ойлар келеді. Так, әлі сағат 5 болмапты ғой, жата тұрайын. Мысалға, мен кейде оянып кетем. 10 минутым бар екен ғой, жатады. Бірақ сонда сол ойды сіз жеңе білген кезде ғана миымыз бізге жұмыс жасай бастайды. Сол сияқты өте жалқау орган. Біз оны өзімізге как автомат сияқты жұмыс жасап үйретуіміз керек қой. Соны жеңген адамдардың бәрі табыскер, соны жеңген адамдар миллионер. Сондықтан көп адамдарда жаңа бай адамдардың үйінде үлкен библиотека бар да. Ал кедей адамдардың үйінде барсаңыз, үлкен телевизор алып алады. Бізде қазір карантин ғой деп сериалды көріп, қосып қойып жатады да. Сол сияқты сіздің уақытыңыздың бәрі өзіңізге байланысты. Енді бірінші, жаңа айттым, А4 форматты алыңыз да мақсатыңыз жазасыз. Мақсатты жаздыңыз, сізге қанша нақты сумма керек. Осы, я. Екінші, 80% адам жазуды жазып қоямыз да, бірақ біз қалай ары қарай жұмыс жасайтынын білмейміз. Екінші, бізге уақытсы керек. Қанша уақытта сол ақшаны сіздің табуыңыз керек, нақты датасы керек. Себебі, мысалға 1 миллион теңге деп айтсаңыз, сізде 10 айда болуы мүмкін, немесе 2 жылда сіз 1 миллион табуыңыз мүмкін, Мысалға 300 мың теңге десеңіз, 2 айда 300 мың табуыңыз мүмкін деген сияқты, сізге керек суммаңыз қанша уақытта керек, соны жазыңыз. Прям датасымен. Маған 10 август күні 2020 жылы мен 1 миллион теңге табысымды банкоматтан алып жатырмын, болмаса немесе осындай ақша таптым деп өзіңіз жазасыз, қағазға түсіріп, уақытысымен, датасымен бәрімен белгілейсіз. Енді үшінші,
әрекет қандай? Үшінші, біз сол нәрсеге біз жоспар құрамыз, сол 1 миллион теңге қалай аламыз? Жоспар құрамыз. Қай жақтан келеді, қайдан табасыз? Яғни жоспар әрекеттер жасайсыз. Енді ол жерде қандай жоспар құруыңызға, мысалға сіз инстаграммен жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе онлайн, мысалға мен өзіме қазір онлайн бизнеспен жұмыс жасаудың жоспарын құрып қойдым. Мысалы мынанша күні пост контент планға пост жазуға жоспар құрдым. Мысалы осындай жоспар құру керек деген сияқты, осынша клиентке хабарласу керек, осынша адамға ақпарат беруім керек, осынша адаммен сөйлесуім керек деген сияқты сіз өзіңіздің жаңағы жоспарыңызды, әрекеттеріңізді жазасыз. Не ойлайсыз? Мысалы сіздің магазиніңіз бар ма? Сіз өзіңіз қазіргі магазиніңізді онлайн магазинге көшіріңіз. Екінші онлайн парақшаңызды ашып қойыңыз. Қазір интернетте бизнесіңіз болмаса дейді, сіздің бизнесіңіз жоқ деп есептей беріңіз дейді. Сол сияқты өзіңіз ойланып, анализ жасап, мен қалай жасаймын, мен қалай жасауым керек деп жоспарыңызды құрып, әрекеттер тізімін жазасыз ғой. Жоспар жазасыз. Содан кейін барып біз әрекеттер тізімін жазамыз. Қалай әрекет етеміз, қайдан аламыз? Прям мысалға бұл жерде мынандай нәрсе бар да, кайдзен әдісі деген бар. Кайдзен әдісі деген күнделікті аз ғана жасайсыз. Мысалға сізге 1 миллион теңге табу үшін, сосын бұл жерде декомпозиция деген бар. Ол қандай? Мысалға 1 миллион теңге табу үшін сізге күніне 30 мың теңге табыс табуыңыз керек. Примерно 27 мың, сондай, 28 мың, 30 мың теңге табыс табуыңыз керек. 30 мың теңге табыс табу үшін мен не істеймін деп сіз оны жаңағы бөліп тастайсыз. Енді 30 мың теңгені табу үшін, мысалға мен жазамын, 10 клиентке хабарласуым керек, 2 клиентпен кездесуім керек, бірдеңеге доставка жасауым керек, тағы неме, сосын жаңағы инстаграм парақшаны дамыту үшін мынанша жасауым керек. Нандай өзіңізге сондай жоспар құрасыз. Сонда сізде 30 мың теңгені мысалға болмаса, осынша процент сатқан кезде, менің ортасында мен соны сатқаным үшін осынша процент менде қалу керек деген сияқты өзіңізде нақты жоспар болу керек. Қайықтан қандай ақша сізде келу керек. Сол кезде сізде басыңызда пазл құрастырылған сияқты, жаңағы ойынның пазл құрастырылған сияқты, сізде өзіңізде мынандай қайықтан не келетін болады. Енді қазір қараңыз, сізге 1 миллион теңге бір айдан кейін табасын десе, бір адамдар айтады, ол қайықтан маған, қалай мен оны таба аламын, мен оған мүмкіндігім жоқ қой, қазір бизнес бастайды, ақшам жоқ қой деген сияқты мынандай жаңағы отговоркалар айтып кетеді адамдар. Сол үшін сіз осылай өзіңізге бірінші жаңағы нақты қанша керек екенін белгілейсіз, екінші жазасыз, үшінші жоспарыңызды жазасыз, төртінші алгоритмін құрастырасыз, қай жақтан қанша керек. Сосын бұл жерде декомпозиция деген бар, жаңа айттым. Декомпозиция бөліп тастайсыз. Мысалы пілді сою үшін не істейді? Мысалға жылқының етін соғым соямыз, соғым сойған кезде жылқының етін бірден жеп қоймаймыз ғой, бөліп қоямыз, мынаны тұқынаққа, мынаны қазыға деген сияқты бәрін реттестіріп жасаймыз. То же самое бұл жерде де декомпозиция деген сіздің күнделікті нәрсеңізді кайдзен әдісі арқылы жаймен деп аз-азда, мысалға күніге 5 клиентке хабарластыңыз, күніге осынша адамға доставка жасадыңыз, осынша эфирмен сабақ өттіңіз, осынша пост жазыңыз деген сияқты күнделікті жасау арқылы декомпозиция жасап қойсаңыз, сізде міндетті түрде ол нәтиже шығарады. Сондықтан кайдзен әдісі деген бұл керемет әдіс. Осы әдісті пайдаланған адам ғана күнделікті әрекет орындау арқылы жетістікке жетеді. Сосын бесінші әдісі бұл қандай? Бұл бесіншісі бізде қандай әдіске жатқызамыз? Бұл сол алгоритмдегі, жаңа айтып өттім, мұны айтып кеттім уже, 2-3 қадамды күнде қайталап отыру. Жаңа кайдзен әдісімен 2-3 қадамды қайталайсыз. Күнделікті жасайым деген нәрсеңізді жасамай ұйықтамаңыз. Мен мысалға бүгін 10 адаммен сөйлесіп, ақпарат беріп, мен мысалы жұмысым ақпараттық бизнес болғаннан кейін, мен 10 адамның контактысын алып, таргетке адам шақырып, или болмаса жаңағы өзіңізге жоспар құрып алыңыз. Сол күнделікті 3 әрекет, 2 әрекетті орындамайсыз, ұйықтамаңыз. Сондықтан өзіңізге установка қойып қойыңыз. Мен бүгін орындамасам жете алмаймын, никогда жете алмаймын. Өзіңіз установка қойыңыз. Сонда сіз өзіңізге іштей установка жасаған кезде сізде бұл болады. Енді сіздерге тағы бір нәрсе айтайын. Біздің жақсы қазір методымыз бар. Николай Мрачковскийдің кітабы оқысаңыздар, интернеттен қарасаңыздар болады. Тайм менеджмент деген кітабы бар. Өте керемет кітап. Мен соны қазір тағы да қайталап оқып жатырмын. Енді тайм менеджмент деген бәріңіз білесіздер. Қазір адамдардың бәрінің уақыты есептеулі.
шектеулі, артық уақытсы жоқ ешкімнің. Сол артық уақытсы жоқ болғаннан кейін барлығын сағатпен, мен мысалға қазір қол астымда блокнотым бар, блокнотқа мен жазып қоям. Мынандай кішкентай блокноттар арнап қойдым, қолымда жүреді. Осыған мысалға таңертеңнен 5-тен бастап мен не істеймін? Әр жарты сағат сайын, 1 сағат сайын мен сағатым қазір жасаулы. Сол кітаптан кейін мен өзіме инсайт алдым да, соны мен қазір пайдаланып жатырмын. Енді қараңыздар, тайм менеджмент бізге неге көмектеседі? Ол жерде сіздің өмір колесо дейді ғой, жаңағы өмірдің дөңгелегі бар, колесо жизни. Сол бойынша ол жерде сіздер егер менен сұрасаңыздар, сіздердің личкаларыңызға жіберем, қалай жасаған туралы сіздерге бөлісе алам. Сол жерде метод колесо жизнидің ішінде сізде не пайда болады? Өзіңізде қай сізде неден ақсап тұрсыз? Может, денсаулық па, может, сізде табыс көзі ма, кәсібіңіз ақсап тұр ма, әлде ортаңыз дұрыс емес па? Оны өзіңіз содан сіздің диагнозыңыз ғой, сіздің өміріңіздің картасының дұрыс жүруін жасап беретін бұл колесо жизни. Сондықтан осыны барлықтарыңызға советую. Интернетте де бар, егер маған точно қалай жасап жатсыз деп сұрасаңыздар, мен сіздерге онымен личкаларыңызға жіберем, бөлісемін. Енді тайм менеджмент туралы бұл жерде біз не істеуіміз керек? Күнделікті сағатыңызды бәрін жазасыз, жоспарлайсыз, сағатсыз адам болмайды. Енді осы жерде мен айтып кетейін, бұл фокус. Фокус дегеніміз, мысалға бір дүрбіні алып, алыстағы жерді көру үшін біз жаңағыдай жылжытып, прям резкісін дұрыстап көре аламыз. То же самое фокус дегеніміз сіздің өзіңіздің мақсатыңызға жету үшін күнделікті әрекеттеріңіздің басқа нәрсеге ауытқып қалмай жетуге арналған бұл бағытыңыз. Фокусты жасау үшін біздің өзінің 10 негізгі жаңағы әдістері бар екен, этаптары бар. Бірінші не істейміз? Бірінші сіз мысалға мына кітапты оқығыңыз келді ма, допустим, мысалы Лузия Хейдің кітабын оқығыңыз келді ма? Сіз айтасыз, мен осы кітап маған не береді? Мен осынша ақшаға сатып алдым. Бұның маңызы қандай? Немесе сіз бір істі бастамас бұрын, мен мына істі бітірсем, оның маған берер пайдасы қандай деген сияқты анықтап аласыз. Екінші, сіз мысалы кітап оқып бастадыңыз, айналаңызда адамдар шулап жүрсе, немесе жаңағындай айқай шу болып жатса, мысалға сіз не қыламайсыз, ойыңыз бөлінеді. Сондықтан сізге жаңағы оқшауланып, өзіңізге қажет место, орынды дайындап алып, ыңғайлы жерге отырып алыңыз, сөйтіп дайындап алыңыз. Үшінші қандай? Мимо ойларды өткізіп жібересіз. Мысалы кітап оқып отырдыңыз ба? Или болмаса бір телефонмен жұмыс жасауға кірістіңіз ба, сізде аяқтан ойлар кіріп кете береді. Енді кітап оқып отқан кезде, допустим, мысалға, ананы жасамаппын ғой, ұмытып кетіппін ғой, мынаған звондауым керек еді ғой, мынамен сөйлесуім керек еді ғой деген ойлар кіріп кетеді, мысалы менде. Сол ойға мен ойымды бөлмеу керек десем, мен ойымның бәрі сол бөлмеу керекке кетіп қалады да. Ал не мен істеуім керек? Менің ойым кітаптың мәтініне бөліну керек. Ана ойлар сонда мимо өтіп кете берген кезде біз фокусымызды жоғалтпаймыз. Одан кейін бізде үшінші біз негативті ойлардан арылуымыз керек. Ол бізде болмайды, мен қолымнан келмейді деген нәрселердің бәрін алып тастауымыз керек. Одан кейін бізде төртінші, сол іспен айналыстыңыз ба, соның ләззатын алыңыз. Мысалы, тамақ жеп отырсыз ба, тамақтың ләззатын, алма жедіңіз ба, алманыкі, досыңызбен сөйлестіңіз ба, тек қана сол жерде болыңыз, сол істен ғана айтады ғой, будь здесь и сейчас дейді ғой, наслаждайся деп. Сол сияқты, сол нәрсемен ғана өлең айтып отырса, тек қана өлең айтыңыз деген сияқты да. Одан кейін бізде жаңағы ішкі установка дейді. Мысалға, мен жадыра, осы айда мен осыны жасасам, мен Балиға тегін путевкамен баруым керек, бара аламын. Мен осы айда, осы бүгін күні осыны орындап тастасам, менің мынандай табысқа жетуіме көмектеседі. Егер жасамасам бола алмаймын деген сияқты жаңа айтып өттім. Ол ішкі установкаңыз. Одан кейін бізде қандай тағы нәрселер бар? Қорқынышты жеңе білу керек, сіздің өзіңіздің қорқынышыңызды алып тастайсыз. Енді айта берсек, сосын бізде жаңағы кітап жоспарлау, сағатыңызбен жоспарлап, күнделікті жаңағы сағатыңыздың бәрін реттеп, прям жасап қойсаңыз, бұл сізге бар ғой, жаңа негіз артады. Содан кейін өнімділікті арттыру деген нәрсе бар. Ол не? Мысалға, қазір мен 1 сағат эфир жасаймын, 1 сағаттан кейін мен 15 минут бір чай ішем, или кофе ішем, или балмұздақ жейм деген сияқты өзіңізге бір ойыңызды 10-15 минут бөлетін бір развлекательный бір нәрсемен айналысын, сізге ләззат беретін. Сонда 30 минут жұмыс жасадыңыз, кірістіңіз, 30 минут клиенттермен сөйлестіңіз, 30 минут тағы бір обслуживание жасадыңыз, допустим, сіз 10 минут
өзіңізге бөліңіз 5-10 минут. Сонда сіздің ойыңыздың концентрациясы дұрыс болады, сізде өнімділік арттырады. Ал біз не істейміз? Мен өзім бұрын сондай айтамын. Мен осы нәрсені бітірмей отырмаймын, компьютердің алдында отырамын. Пока ана мәтінді теріп жазып болмайынша, мен өзім де шаршаймын, көзім де шаршайды, уже энергияң кете бастайды. Сонда адам өзіміздің біз немізді дұрыс пайдаланбайды екенбіз, энергиямызды. Сонда мына өнімділікті арттыру деген, ол 30 минут істеп, 10 минут демалып қойдыңыз ба? Бұл помодоро методы дейді, бұл итальянский. Сонда помодоро бойынша жаңағы сіз осы нәрселерді іске асырсаңыз, сізде табысқа жетудің мүмкіндігі зор. Енді былайынша айтайын дегенім, өзім жаңа айтып өттім, CTO бизнеста жұмыс жасаймын, Ченши деген компанияда жұмыс жасаймын. Естігенде шығарсыз, мен жаңадан қосылып жатқан оқырмандарым айтып жатырмын. Ченши компаниясында жұмыс жасағалы енді әрине жаман емес, әлі өсу үстіндемін. Сіздермен бірге өсу үшін, сіздермен бірге осы ақпараттарды бөлісу үшін бүгін жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма бүгін сіздерге танысу ретінде осындай ақпараттармен бөлісіп жатырмын. Енді мен сіздерге айтарым, бұл жерде тек қана сіздерді бизнесқа қосу деген менің ойымда да жоқ. Сіздермен бірінші араласып, сөйлесіп, сіздердің жаңағы қайтсам екен, бірігіп қандай мақсаттарыңыз бар, сіз бір-бірімізге тиетін, может пайдамыз бар шығар деген үмітпен сіздерге бүгін осы эфирді ашып сөйлесіп жатырмын. Енді мен егер қосылатын болсаңыздар, оны өзіңіз білесіздер, бірақ қосылмасаңыздар да өзіңіз білесіздер. 21 күн осы колесо жизни бойынша кім жұмыс жасағысы келеді, маған жазсаңыздар болады. 21 күн бойы біріншіден не істейміз? Таңертең 5-те тұрып, біз жүгіреміз, 20-20 несін орындаймыз, тайм-менеджмент бойынша жоспар құрамыз. Сіздер 2 айға жоспар құрасыздар. Кім менімен жоспар құрғысы келеді, осы жерде жазсаңыздар болады. 2 айға жоспар құрса, 2 айда сіз қандай табысқа шыққыңыз келеді, қандай киім алғыңыз келеді, қандай тамақ жегіңіз келеді деген сияқты, немесе болмаса кімдерге көмектескіңіз келеді, сіздің 2 айдағы денсаулығыңыздың состояниесі, жағдайыңыз қандай болады, кәсібіңізде қандай табыстар түсе бастайды, жаңағы өзіңіздің ортаңыз қалай өзгертесіз деген сияқты. Сол колесо жизни бойынша жұмыс жасаймыз. 2 айға жоспар құрасыздар. Бірінші 21 күн бойы біз марафон жасаймыз. Күнде таңертең сіздерге арнайы чат ашылады. WhatsApp-тан сіздер маған жазсаңыздар болады. Сосын сол бойынша күнде таңертең 5-те тұрып, осының бәрін орындаймыз. Орындаған адамдар тапсырмасын жаңағы WhatsApp-қа суретке түсіріп, плюс деп жібереді. Күнделікті кім орындамады, бүгін кім орындап үлгерген жоқ, қандай тапсырмаңыз үлгерген жоқсыз, сол минустарлық жұмыс жасайсыз. Бұл деген өте керемет, мен қазір сонымен жұмыс жасап жатырмын. Как будто бір энергия пайда болып, анаған үлгеру керек, мынаған үлгеру керек, бұрынғыдағыдай интернетке айналып кетіп, инстаграмға уақытыңызды босқа кетіріп, ондай болмайды. Сізде бәрі все расписаны, барлық жаңағы жоспарыңызды құрып, сол бойынша сіздің жаңағы тайм-менеджмент бойынша, сол бойынша жүрген кезде ол іске асады. Ол не важно, бұл жерде менің мақсатым сіздерде менің командама тіркеп алып, мен өзімнің бизнесімді пихать ету деген әңгіме жоқ, честно. Мен ол туралы ештеңе айтпаймын. Просто өсем дейтін адам, мен өзіммен бірге жасап жатқан нәрсемді бөлісіп, өзімнің коучтардан жаңағы үйренгенімді, осы маған көмектесіп жатқанын бөліскім келеді. Жасайтын болсаңыздар, мен мына жерге номерімді жазып қоямын. Прикреплять етіп қазір комментарий. Болмаса дайректте менің номерім бар. Сол жерге мына жерде қайсет прикрепить деген. Нет, тұра тұрыңыз. Так, номер шықты ғой сіздерге. Тұра тұрыңыз. Прикрепить ететін қайсет ол жерде. Так, мен прикрепить етін таппай тұрмын. Қашан басталады? Ертеңнен бастасақ болады. Или бір күн береміз ба? Команда адам жинау үшін. Ертеңнен бастасақ та болады. Мен өйткені бұны уже 23 күн болма жасап атқаныма күнінде жасаймын. Өте керемет. Сондықтан мынау
біз давайте былай жасайық. Бүгін қосылатындарыңыз маған личкама жазыңыздар да, колесо жизниді сызып алайық. Сіздер бүгін ертең кешке уже чат ашайық. Бүгін ертең кешке дейін сіздерге тапсырма. Жаңағы тапсырмаларыңызды, нелеріңізді бір күн бетті дейсіз ба? Жарайды, онда понедельник күні кешке чат ашайық, ертең бір күн берейік, целый день. Понедельник күні чат ашайық. Сосын біз мақсаттарыңызды нақтылап 2 айға жазыңыздар. Бірінші, қазір колесо жизниді маған жазғандарыңызға жіберем. Қалай жасау керек екен, оны білетіндеріңіз де бар шығар, бірақ білмесеңіздер қайттан қарап көріңіздер. Сіздерде қандай сфера ақсап тұр, Ол жерде кәсіп бар, жаңағы карьера, бизнес бар, сосын жаңағы денсаулық бар, сондай нелер бар, сфералар бар. Сол сфера бойынша өзіңіздің колесо жизниніңізді жасап, сосын соған мақсатыңызды қойып алыңыз. Сол мақсатты қойып алғаннан кейін бізде не пайда болады? Бізде соған қарай өзіңіздің құратын күнделікті жоспарыңыз пайда болады. Сол жоспар бойынша ары қарай біз әрекет жасаймыз да, өзіңіз әрекет жасап отырасыз. Күнделікті контрольдап отырасыз, не орындалды, не орындалмады, тайм-менеджмент жұмыс жасаған кезде сіздің 2 айлық жоспарыңыз сіздің табысыңызға жетуге болатын. Бұл бірден-бір мүмкіндік. Сондықтан бұл бесплатный марафон, былайша айтқанда өзіңізге жақсы күнделікті таңертеңгі табысқа жеткен адамдардың күнделікті жасайтын әдетіне айналдыру ғой. Қарапайым адамның бір өзіңіз жасасаңыз, мысалға, бір күн ұйықтап қалуыңыз мүмкін, бір күн будильникті айдалаға қойып, вообще ұйықтап естімей қалуыңыз мүмкін, Мысалы, менде сондай жағдайлар болды. Бір күн түнмен жұмыс жасайсың да, таңертең тұра алмай қалатын кездер болады. Сол үшін бәрінің өзінің уақытысымен, өзінің несімен жасап, 2 айға жоспар құрасыздар, мақсатыңызды жазасыз. Сол сфераның қай жері ақсап тұр, сізге өзіңізге белгілеп қойасыз, сол сфераға жұмыс жасай бастайсыз. Солай біз жоспар құрамыз. Сондықтан ары қарай кім жұмыс жасағысы келеді, сол жаңағы тайм менеджмент бойынша жұмыс жасағандармен біз 2 айдан кейін эфирға шығып, өзіміздің нәтижемізбен бөлісіп, қандай әсер алғаныңызды осы неңізді арқылы айтып отырамыз, бөлісіп отырамыз, эфир арқылы сөйлесіп отырамыз. Сондай менде предложение бар. Енді бұл не дейді, Ибраева дейді. Енді сіз түсінбей қалдыңыз, басынан тыңдаған жоқсыз эфирді. Мен өзімнің білгендеріммен бөлісіп, жаңағы бизнес жасау туралы, қалай жасап жатқаным туралы бөлістім. Кімде қандай сұрақ бар? Мен тыңдап отырғандардан сұрақ бар ма? Асия ханым қосыламын дейді. Понедельник күні бәрін жасап болсақ, понедельниктен бастайық та ертең кешке дейін уақыт берсек, негізі үлгеретін адам жасайтын адам жасайды. Ол барға 10 күн уақыт берсең, 10 күн күтуге болады, честно. Мысалға, ертең воскресенье кешке дейін жасаса, сонда понедельниктен бастаған ол өте жақсы да. Бірінші күннен бастап, прям күшті духпен, энергиямен жасауға болады. Сондықтан мына жерде уже 50 минуттай асып баратыр. Онда ертең неге дейін уақыт берейік, кешке дейін. Ертең кешкі сағат 7-8-дерде мен жаңағы маған жазғандарыңызды арнайы чатқа қосып қоям. Сол бойынша өздеріңіз не қыласыздар, хабарласып, мен сіздерге бүгін жіберем, маған жазыңыздар. Бағана мына жерде біреу комментарий жазып еді, немене көмектесе аласыз ба деп, неме сұрап жатыр, түсінбедім. Сәлем алып алшы дейді. Қазалдан сәлем дейді. Енді оны өзім білемін енді. Әркімнің ойы әртүрлі. Жалғас астайын оқшау жұмсықтап қысқарып қалдым дейді. Қатты қиналып көмек сұрасам бола ма дейді. Әйгерім шығып кеттіңіз ба, осындасыз ба? Әйгерім деген қыз бар ма екен? Басында күшті сұрақтар қойып жатыр еді. Хорошо. Енді бар адаммен барымен жұмыс жасай береміз. Өздері білет қалған адамдарға. Сондықтан, міне сондай мүмкіндік бар. Сұрақтарыңыз болмаса, менің айтарым осы. Мен мұғалімі дәл солай алсын, артық қаражат жиналмайды дейді. Так, кім жазып отыр бұны? Контаева Әйгерім дейді. Енді Әйгерім, к сожалению, сіз жоқсыз ғой деймін чатта. Эфирда жоқсыз, шығып кеттіңіз ғой деймін. Маған личкаға жазсаңыз болады. Сол барлықтарыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға зейін қойып. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ бар ма сіздерде? Мен просто жаңа үлгермей қалам ба деп тез айтқам ғой, сөйтсем жазып жіберіпті ғой, демалшы деп. Кому как да? Сондықтан
әркім өз ойынан хабар береді дейді. Біздің өзіміздің ойымыз, өзіміздің өміріміз, сондықтан барлықтарыңызды түсінемін. Сұрақтарыңыз бар ма? Кімде қандай сұрақ бар? Қойсаңыздар болады, бір 5 минут уақытымыз бар. Сұрақ жоқ болса, ондай болатын болса, мен эфирді сақтап қояйын. Қазір маған жазған адамдарға мен сіздерге колесо жизнидің несін жіберейін, форматын, сол бойынша сіздер өздеріңізге дөңгелектерін сызып құрастырып аласыздар да. 2 айға мақсат қоямыз. Сосын ертең кешке дейін уақыт беремін. Понедельник күні Құдай қаласа марафонды бастаймыз. Бұл работа над собойдың ең керемет, ең басында осыдан бастасаңыз, ары қарай сосын күнделікті тірлігіңіз жүріп кетеді. Оны итакта айтпаса да түсінікті. Жақсы, онда эфирді сақтаймын. Қазір өшіп қалады әйтпесе. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Ертең айтпақшы да, ертең айтып өтейін. Ертең Құдай қаласа, тура дәл осы уақытта кешке мен денсаулық туралы сабағымды айтам. Ол жерде организмнің қандай уақытта ластанады, қай кезде тазалауымыз керек, не үшін аурулар диагнозға айналады, 3 күнде, мысалға 5 күнде қалай 5-7 негізгі диагноздардан, аурулардан, қант диабеті, давление, жүрек, артық салмақ, аллергия, тері аурулар деген сияқты нәрселерден құтылуға болады. Вот сол сияқты құнды ақпараттармен бөлсем, бұл менің екінші сторона дейді, менің өзімнің дәрігерлік жұмысым, яғни адамдарға денсаулық туралы ақпаратты беруге әрқашан дайынмын. Ертеңгі сағат 17:00-де сториске саламын, стористе болыңыздар. Осы денсаулық туралы ақпаратты сіздермен бөлісетін боламын. Адамдарыңызды шақырыңыздар, егер сіздерге әрине қажет деп санасаңыздар. Жоқ, мен өзім ғана тыңдаймын десеңіз, өзіңіз тыңдасаңыз болады. Бұл жерде мен өзімнің денсаулықтың алған нәтижелерімді, менің командамда қанша мың адамның алған нәтижелерімен сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан ертең сағат 17:00-де қоштаспаймыз. Бүгінше сау болыңыздар, ертеңге дейін кездескенше күн жақсы болсын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Барлық тыңдаған адамдардың бәріне Алла зейіндеріңізді ашып, жолдарыңызды ашып, тілеген тілектеріңіздің бәрі қабыл болып, бай қуатты бола беріңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Танысқаныма қуаныштымын, жаңадан қосылғандармен. Жақсы.